мынау Сырдың бойында Тереңөзек дейтін ауданның маңайында Кенжеқожа Құлмырзаев дейтін шайыр өткен екен. Ол кісінің артында көп мұра қалмаған, бірақ сол Сырдың бойының орындаушыларының жеткізуінде анығырақ Қармақшы ауданында мына 100 жырау шыққан жырдың елі дейді ғой, қара шаңырағы. Сол Тұңғышбай, Жаппар Тұңғышбаев дейтін атамыз өткен дүниеден. Ол кісінің енді орындаушылығы, мақам салу сұлулығы өзінше бір ерекше кісі болған. Сол кісінің орындауында осы Кенжеқожа Құлмырзаевтың шайырларға дейтін шығармасы бізге дейін жетті. Көп орындалмай жүрген шығарма, өткен жолы сол Мен қазақпын байқауында да осы шығарманы тұсауын кескен болатынбыз. Оған дейін де Ұлжан Байбосынова апаларымыз орындап жүрді. Бірақ енді соны бір қайтадан жаңғыртып, осы хабарға тағы бір орындап бергім келіп отыр. Бәрекелді. Жауапты қымбатын сөздің таппаған, шеберде шешен болмайды, суырыла сілтеп шаппаған, сөз гауһарын шұртқа шаш, мылтықтай түзу оқтаған, кеңесің болса кең толға, қырықта жасың тоқтаған. Торылаған тәтті қауынның ләззатын білмес татпаған, дананың сөзі дәл келер, ұрпаққа нұсқа хат қалған, әуелгі шайыр Фирдауси, артына назым тастаған, Науаи менен Физули, өзгеден озық пешқадам. Аттары мәшкүр әр жайда, мүждәхиттер көп болған, шәдіде шайыр санда бар, шүбәлі сөзге баспаған, майлы қожа күдері, асан қайғы шолбарыс, нарқы қымбат басқадан, арқада баялыбым, атағына мақтаным. Сол елден шығып көп шәкірт, өнерге қадам бастаған, Молда Мұса Бұдабай, аққудай даусын баптаған, орта жүздің елінде құлыншақпенен ұлбике сыдырған сөзді таспадан. Кіші жүздің ішінде шораяғылы омарды, есетсе әркім құмарды, арнадан терең аттаған, құлыншақ майгөт құлмен бет, сөздерін халық шаттаған, Бақтыбай төреші жақын, ұйтқытып соққан қос боран, таң мұрын жүсібі ерімбет, жел сөзді әрлеп баптаған. Тұрмаған бет қуаныш, даңқа кеткен туалыс, суындай сырдың қаптаған, арналы жүйрік алшында, мұнанда басқа көп болған, орынбай балтам мәнсүрлер, шу десе жүйрік поштадан, ит алмас ақын жалайыр, салмақты шорға саспаған, шапырашты Сүйінбай, ұстазы еді Жамбылдың, отындай талдың шатнаған. Жоғарғы шатқан дулатта, өзбек бабаң, қарт бабаң, әкім керей Нұралы, Жиенбай шырау мақтаған, қазанғап ақын шаныста, ағызған суды қақпадан, тасқа салса таймайтын, осылар жүйрік ақтабан. Опасыз келте дүние-ай, өте шықтың омыраулап, неше бір жайсаң қасқадан, сөз сөйле тілім кең толғап, гауһардай таза сөз жолдап, кез келіп қапты көпшілік талайдан басын. Қоспағаны